Сәлем достар, бүгін сіздермен тағы да Әйгерім Софи. Бүгін сіздермен тағы да бір құпия дәмдеуіштің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл дәмдеуішпен жасаған ламаныңыз ресторандағы және асханадағы ламандардан асып түспесе кем түспейді. Ал кеттік достар. Өзімнің санаулы сүйікті оқырмандарыма осы құпия рецептпен бөлісейінші дегенде бір қызық болды. Сөйтіп жолдасыма бүгін оқырмандарыма ресторандағыдай болып шығатын ламанның рецептісімен бөліскім келеді деп едім. Жолдасым давай деді. Қуанып кетіп жаным, 1 килограмм ет әкеп беріңізші ламанға дедім. Жолдасым ет алатын ақша жоқ, не бар соны жасай берсейші дейді ғой. Сөйтіп айтты да өзі жұма намазға кетті. Менің ойым, қазір намаздан келгеннен кейін ет алып келетін шығар деген оймен қой қамырымды бастай берейін деп таңертең азанмен нан илеп қойғам. Сөйтіп нанымды тындырып қойдым да сол тынған нанмен ламанды сосып тастайын деп кірісіп кеттім. Әдетте жолдасым жоқ дегенмен міндетті түрде алып келетін еді ғой. Ет әкелетініне 100% сенімді болып өзімше ламанды тарс еткізіп сосып дайындап сөйтіп жатсам жолдасым келеді ғой. Сөйтсем масқара, қолында ет түгілі нан да жоқ қой. Сөйтіп бәрі айтты, біріншіме әр нәрсенің бір қайыры бар ғой өмірде деп сосып пісіріп дайындап қойған лағманыма қимасын жасауға кірісіп кеттім. Сөйтіп ішімнен бұйырмаған ет бұйырмайды екен ғой деп тоңазытқыштан тауықтың етін алдым да мә саған деп шауып кесіп турап дайындап алдым да артынан жуасын майда қылып турап пиязды да яғни чеснокты майда етіп турап дайындап қойдым, бір ыдысқа бөлек салып. Негізі лағманға картоп қоспайтын едім ғой. Сөйтіп қызық болды ғой. Алдымен арнама тіркеліп жүрекшені қызартып бір лайк басып қойсаңыздар жақсы болар еді. Сөйтіп ақыры ет жоқ екен, картошканы алдым да мә саған деп бір картошканы ұсақтап турап жүрдім. Содан алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойған қызанағымды осылай турап алдым да сыртындағы қабықтарын алып тастадым. Өзім ішімнен ойлап қоям, мә қыз ет болғанда картошка қоспайтын едім ғой деп. Ал сіздер ламанға картошка қосатын едіңіздер? Сіздер мені еті жоқ екен ғой бейшара деп ойлап қалмаңыздар. Біздер тауықтың еті жеңіл болғаннан кейін әрдайым тауықтың етін алып үйреніп қалғанбыз ғой. Мә қызық болғанда жолдасыма кемші капуста алып берші деп айтуды да ұмытып кетіппін ғой. Жарайды, осы капустамен жасасам да дәмдері бірдей болып шығады негізі. Шүкір Аллаға, бармен базар боламыз ғой, осыған да шүкір. Сөйтіп қандай жағдай болса да Аллаға шүкір деп тауықтың етін қуырып кірісіп кеттім. Жақсылап қуырып алдым да пиязды, яғни чеснокты салдым. Жай ғана бір араластырдым да соя тұздығын құйдым. Томатты салдым. Жақсылап араластырдым. Содан жақсылап тұрып бір араластырып алдым да сельдерейді салдым мұздатылған. Одан кейін жандуды салдым. Артынан тағы да мұздатылған болгарлық тәтті бұрышымды салдым да жақсылап бір араластырып жібердім. Мынаның құпия дәмдеуіш қайда деп ойлап жатқан шығарсыздар. Ол құпия дәмдеуішті ең соңында қосатын боламыз. Соңғы салған болгарлық бұрышымызды 3 минуттай пісіріп аламыз тағы да. Енді қазір мұздатылған қызанағымды қосатын боламын. Сіздер свежий қызанақты сатып алып, соны қоссаңыздар да болады. Енді жаңағы тураған капустамызбен мені ренжіткен бір штук картошкамызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз да қақпағын жауып бір буын шығарып аламыз. Дәміне қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар, және соя тұздығын қостыңыздар, оны да ұмытпаңыздар. Ал мінекей біздің секретный ингредиентіміз. Сыртын жақсылап көріп алыңыздар. Бұл осындай дәмдеуіш, құрамында сичуанский перец бар. Осы дәмдеуішпен бірге өзімен бірге күнжіт жүреді, күнжіттің дәндері. Жаймен ғана араластырып жібереміз де бір кесе су құямыз. Құпия дәмдеуішті бір ас қасық қана қоссаңыздар жетеді, өйткені ашты болып кетеді. Дәмі деген өте керемет. Картошкасы піссе болды, біздің тамағымыз дайын. Иісін деген енді айта алмаймын, иісі прям керемет иіс қой. Бүткіл пакете восточный кухняның иісі шығып тұр. Ас болсын, арнама тіркеліп алыңыз.